Бейнеу ауданы қасиетті киелі орындардан кемдемес. Киелі Бірбекет атаның жер асты мешітінен бастап, Зам құмының қойнауында, Жетіғақтың жерінде, Қайнардың аңғарында 40-тан астам мешіттер болған деседі. Солардың бірі Байқылғажы мешіті. Бейнеуден 20 метр қашықтықтағы солтүстік үстір сілемдеріне жататын. Қосып Ақшағыл Қарабұлақ десе, жергілікті халық мешіт-сай деп айтатын жерге барып зерттедік. Қазан төңкерісіне дейін Қазақстаннан, соның ішінде шалғай жатқан Маңғыстау топырағынан қажыға барғандар аз болмаған. Олардың бірі Қаныбекұлы Байқылғажы. Байқыл 1853 жылы Бейнеу ортасындағы Сағыз өзенінің бойында дүниеге келіп, 1908 жылы осы маңда, дәлірек айтсақ, Ақшағыл Қарабұлақ дейтін жерде дүние салған. Байқыл жас кезінен пысық, ауыл балаларының алды болады. Алғашқы сауатын ауыл мектептерінен алып, онымен қанағаттанбай оқуын жетілдіру мақсатында Хорезмде Бұқарадағы Көкілташ медресесінде білім нәрімен сусындап өседі. Оқудан елге оралып, әке қарысымен дәулетіне Ақшағыл Қарабұлақ дейтін елдің қоныстануына, мал шаруашылығына жайлы жерден мешіт салдырып, қазақ балаларын ақысыз-пұлсыз тегін оқытқан. Кейбір деректерге сүйенсек, бұл мешіттің салынғанына 100 жыл, кейбірі 150 жыл деп көрсетеді. Мұндай тарихы бар мешітте 200 шәкірт білім тәлім алған. Ел арасындағы белгілі Қараш Шоңай шайқы Шекем Қайырмұхамбет 7 жасында жетім қалып, осында білім алғандығын атап көрсетеді. Қарабұлақ Ақшағылда қалың ел тұрмаған. Бұл тек діни кешен ретінде сақталған. Бұл жерде мешіттер, зікірханалар, ұстаз үйлері ғана болған екен. Бұл мешіт әлі күнге дейін сақталғанымен азған, тозған, күтімсіз. Тарихи орын әртүрлі табиғат құбылыстарының әсерінен қабырғалары құлап, тек іргетасы ғана сақталған. Жергілікті азаматтардың арқасында өзінің қара тасы қайта тіктеліп, қайта қалпына келді. Жұмысы қиын болса да өз тасын ашып алып, мәнсі кетпес үшін өзен көлдің тасынан емес, өз тасынан бой көтерген. Себебі тасына сол кісінің қасиеті сіңген. Зерттеу барысында тасты жарып шыққан бұлақ көзін таптық. Бұл жердің көркі бұлақ суының барында. Бұлақ суының қасиеті соншалықты, құлақ ауруларына, ауру сырқаудың барлығына шипа. Бұлақ суының қорының мол болғаны соншалық, бір ғана емес, бірнеше көздері бар. Бұл кісінің құрметіне Бейнеуден көше атағы берілді. Мұнда бұлақ, 9 құмалақ, құрылыс құралдары қайта қалпына келтірілген, қорымы мен мешіті шыңырау бар. Шыңырау 6 метрді қамтиды. Тарихи деректерге сүйеніп, мәшһүр Үсіп Көпейұлының қазақ шежіресі атты еңбегінен бірсыпыра дәлелдер келтірейік. Қазақтар Меккеге барғанда сіздер қай ел болмасыздар деп сұраған екен. Абайдың әкесі Құнанбай қазақ деген ел боламыз десе, ондағылар қазақ дегенде жұрт болады екен-ау деп аң-таң қалып, тарих ақтарып шежіре қаратып таба алмапты. Бұл тарих табылса, Бағдат Шәріптің Имам Ағзам мешітінен табылады деп жолаушы жібереді. Табылды, қазақ деген жұрт әнес сахабадан өсіп өрбіген екен дейді. Ас берген түні Неуханада әйел түс көріп, түсінен шошып оянады. Түсінде 2 айдаһар, қанаты бар жылан көрген. Үлкені үстінде, кішісі астында. Ызғарлы сестен шошып оянады. Бұл түсін жақсылыққа жорып, сопылықта бұл айдаһар рухани белгі санайды. Үлкен жол Қаныбектікі, оны мына аңғарлардан ақ байқауға болады деп жориды. Өмір жолын имандылыққа, ар тазалыққа үндеп, мұндай мұра қалдыру әр адам істеп кететін бірыңғай іс емес. Қызыл тілім сөйлеп бақ, Алла берген санадан. Арғы шегі сағадан, ата менен бабадан. Тыңдаушылар табылса, іні менен ағадан. Көнеріп қалған шежіре біз өңдедік жаңадан деп. Өткен тарихи деректерді, мәдени мұраларды зерттеп білудің өте қажет екендігін еске саламыз. Назарларыңызға рахмет.